Сусабындар, кремдер және тағы басқа күтімге қажет құралдар жоқ кезде қазақ әйелдері өздерін қалай күткен? Білесіз бе? Қазақ қыздары бастарын жаппай, ұзын шаштарын өріп, бұрымдап жүретін. Сондықтан шаш күтіміне ерекше мән беретін болған. Шаш мықты әрі қалың болуы үшін аптасына бір рет қымызбен жуатын. Қымыздың жағымсыздау иісі болғанымен шашты ылғалдандырып, өте жақсы құнар береді. Ал сабынды күл мен малдың майын араластырып, қайнатып жасайтын болған. Енді бет күтіміне тоқталайық. Бетті ылғалдандыру үшін қаймақ жағатын болыпты. Ал бет терісінің жастығын сақтау үшін жаңа сауылған сүтпен күнара жуатын болған. Ал жөкенің, яғни мочалканың орнына не қолданды деп ойлайсыз? Сән қабақ қолданған. Сән қабақ деген өсімдік. Оны кептірсе, нағыз табиғи мочалканың дәл өзі. Қандай заман болмасын, қазақ әйелдері әрқашан сұлулыққа ұмтылған. Солай, кетші, тоқташ. Мен не...